Сәлеметсіздер ме достар? Есімім Ербек Бердібайұлы болады, Верс Академиясының директоры боламын. Бүгін мен сіздермен өз сүйікті ісіңді, өзіңнің қабілетіңе сай келетін, өз салаңда нөмір бірінші болатын істі қалай табуға болады. Ол бизнес болуы мүмкін, ол өзің өмірдегі мансап, карьера болуы мүмкін. Көптеген адамдар қазір шындығы керек, өз-өзін таба алмай жүргендер көп. Мысалы, бізге көптеген адамдар келеді курсқа, әртүрлі адамдар сұрап жатады. Әлі өз ісімді тапқан жоқпын. Жасым 20-да, жасым 30-да, жасым 35-те. Әрине сол кезде өте қиын. Сен әлі өзіңнің бір маңызы бар, өмірге бір басқаларға пайда әкелетін, саған тек басқалар ғана емес, сонымен қатар өзіңе қаражат алып келетін, ақша алып келетін саланы табуда. Себебі адам өзінің сүйікті ісін тапқан кезде ғана осы өмірде үлкен бір жетістікке жетеді деген бір жақсы бір түсінік бар. Мен сол түсінікпен, сол оймен келісемін. Себебі ешқандай іс, ешқандай сала қиындықсыз жүрмейді. Міндетті түрде қиындығы болады әлі сыраның. Тек сол сен сүйетін сала, өзің қолыңнан келетін сала болған кезде ғана сенде сол барлық қиындықтарға, барлық кедергілерге шыдап, біздегі басты қорқыныш адамдардың өз ұнамайтын саласында, өз ұнамайтын жұмысында отыра береді. Оның ақшасы аз болса да, соның бәріне шыдайды. Бірақ өз ісін, өз қолынан келетін мансапты іздегісі келмейді. Өйткені әркімде әртүрлі себеп болған. Біреу қорқады, біреуіне басқа нәрсе әсер етуі мүмкін. Сондықтан ең бастысы мына өз ісін тапқан адамдар көбінесе тәуекелге барған адамдар. Өз жұмысынан шығып, істеп жатқан жұмысынан шығып, тәуекелге барып, біраз уақытына ақшаның жетпеуіне қарамастан өз саласын іздеген адамдар. Сондықтан барлықтарыңызға тілейтінім сол саланы табу. Сол саланы өз жүрегіңізге жақын саланы таба білу. Ол үшін мысалы айталық, тағы қандай мысал келтіре аламын. Кішкентай кезімізде әрқайсымыз әртүрлі спорттық жаңағы үйірмелерге бардық, әртүрлі секцияларға бардық. Сол кезде біз соны сол спорт біздікі екеніне қалай көзіміз жетті. Ең алдымен әртүрлі спорт түріне барған кезде сен өзің қабілетің сол салада жақсы болса, және сені жаттықтырушы Ербек өте мықтысың, осы сала міне жақсы нәтиже көрсетіп жатырсың деп сен мақтаса, сол кезде сенде бір сезім болады. Осы салада мен қалуым керек, осы жерде мен өзім біраз нәтиже көрсете аламын. Сол сияқты сізде өзде өмірлік ісіңізді, сүйікті ісіңізді өмір бойы іздеу керек. Ананы көресіз, мынаны көресіз, біраз уақыт ол сала сіздің қолыңыздан келе ме, басқалар және сізді қабылдай ма сол сала бойынша. Мысалы, сіз айталық видео түсіретін болсаңыз, жақсы түсіретін болсаңыз, басқа адамдар сізді іздей бастайды. Сол сала бойынша сізді мақтай бастайды. Жұмысың қандай керемет, істеп жатқан ісің маған қатты ұнады, мысалы, сондықтан біздің басты жұмысымыз осы жерде не істесек те мүмкіндігінше сапалы істеуге тырысу. Басқалар сол сала бойынша сенен ақыл сұрай бастаса, мына жерді түсірсем қалай болады екен, мына жерде былай сөйлесем қалай болады деп сұрай бастаса, онда сіз сол саланың мамансыз деген сөз. Басқа адамдар сізді сол саланың бір эксперт ретінде мойындайды деген сөз. Осылай ғана сіз өзіңіз орныңыз табасыз. Басқа жолды мен әлі өкінішке орай өз қабілетін бірденнен тауып кеткен, өз сүйіктісін тауып кеткен адамдарды көрген жоқпын. Барлығы неше түрлі қиындықтардан өтті. Мысалы, қазіргі таңда біздің Версустың негізін қалаушы Руми компаниясының басшысы Қуаныш Шонбайдың өзі айтады. Менің соңғы 2,5 жылдағы ашып жатқан мейрамханаларыма қарап, барлығы мені қазірден бастап көтерілді деп ойлауым мүмкін дейді. Бірақ өткен соған дейінгі 8 жыл қайда қалды? Ол кездегі өзім дамытқан, құлаған, сабақ алған кездерімді көбісі есіне алмайды дейді. Сол сияқты ол кісі де өзінің ресторан саласында өзін табу үшін көптеген қиындықтардан өтті. Ол барлық адамға қатысты. Ол тек сол Қуаныш Шонбайға немесе маған қатысты емес, ол барлығымыз соны өтеміз. Сондықтан достар, егер сіз өз сүйікті салаңызды тапқыңыз келсе, өз мансабыңызды тапқыңыз келсе, қателіктен қорықпаңыз, іздене беріңіз. Ертелі-кеш тек ізденген адам ғана, өзінің тәуекелге барған адам ғана өз ісін таба алады, өз сүйіктісін таба алады. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік, сіздерге де өз сүйікті істеріңізді табуға бұйырсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.